Сәлеметсіздер ме көрермендерім? Қалай суықтауды тез кетіреді? Бүгінгі видеом осы сұраққа жауап болмақ. Келесі видеом лимон тұнбасы туралы болады. Алдымен денсаулыққа пайдалы қызықты видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Тұз бен йод бұл суықтауда сол заматта кетіретін ең мықты көмекші. Оны қолдану жолы біреу ғана, ал көмегі ұшан теңіз. Аяқтан су немесе сыз өтсе, денеңіз қатты тоңғанда, жаңбыр астында қалып қойсаңыз, ауырып қалу қаупі болады. Ондайда ауырып қалмау үшін тез арада осы амалды жасап көріңіз. Балаларда мұрнынан су ағып немесе құрғап, тұмаудың алғашқы белгісі басталғанда да осы емді қолдануға болады. Бұл әдісті апам суықтап тұмау белгісі білінген немересіне жасаған. Түнде жатарда жасалған емнен таңертең ұйқыдан оянған балада суықтау белгісі болмаған. Бұл кәдімгі бұлау. Аяқ күймейтіндей, бірақ қызуы бүкіл денеге тарайтындай ыстықтау су керек. Ыдыстағы су деңгейін тобыққа дейін жететін болуы тиіс. Оған 1-2 ас қасық тұз бен 1-2 тамшы йод қосылады. Суықтау белгісі бары адам осы суға аяғын салып отырады. Белінен төмен қарай жылы одеялды орап тастаған дұрыс. Су суып қалмау үшін әлсін-әлсін оған үстемелеп ыстық су құйып отырған дұрыс болады. Ал аяғын бұлауға салған адам бал немесе лимон қосылған болмаса, жай ғана ыстық шай ішкені жөн. Бұл процесс жарты сағаттай шамада болады. Мұны мейлінше кешке жатар алдында жасаған дұрыс. Сосын аяғын бұлауға салған адам табаны жаурамау үшін жылы шұлық киеді. Бұл амал енді басталып келе жатқан суықты тартады. Тұмаудың өте қысқа уақытта тез жазылуына жәрдемдеседі. Ал суықтағанда сіз қандай ем қолданасыз? Пікір бөліміне жаза кетіңіз. Тұз бен йод қосылған бұлау қуықтың, бүйректің суықтауын, тұмаудың бастапқы белгілерінде де өте жақсы көмектеседі. Мұны әрі кеткендей 2 күн қатар жасайсыз. Балаларға да, ересектерге де жәрдемі күшті. Бүгінгі видеом осындай. Видео ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.